Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі жаттығулар бел омыртқа және мойын омыртқаға болмақ. Дәл осылай шалқамыздан жатамыз да әр аяқты 5 қайта ішке, 5 қайтара сыртқа осылай айландырамыз. Баппен асықпай. Бұл белге өте жақсы қолайлы жаттығу. Өзіңіз жасап көрсеңіз сезінесіз қандай бір жеңілдік алып қалғаныңызды. Әсіресе грыжасы бар адамдарға өте пайдалы. Бірақ асықпай жасау керек. Келесі екінші жаттығуымызда дәл белге болмақ. Осылай жатқан қалпымызда жоғары көтеріліп белімізді ақырын түсеміз. Бұны әркім әртүрлі жасайды. Сондықтан жалпы сіздерге кеңес берерім, бұны жасаған мезгілде көтерілген сәтте тура біраз 3-4 секунд болса да сол қалыпта ұстап тұрғаныңыз өте жақсы болады. Келесі жаттығуымыз аяғымызды кезек-кезек өзімізге, кеудемізге қарай тартамыз. Бұны екі жағдайда жасауға болады. Біріншіден басты көтермей осылай ақырындап өзіңізге тартып, фиксация жасап ұстаған өте жақсы. 3-5 секунд ұстап тұрсаңыз, соның өзі керемет болады. Екінші жағдайда мойныңызды қосасыз. Тізеңізді маңдайшаңызға тигізуге тырысыңыз. Және де фиксация жасауды ұмытпаңыз. 3-4 секунд болса да беліңізге және мойын омыртқаңызға өте жақсы септігін тидіреді. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар.